Сәлем достар, бүгінгі видеода Кореяға келген кезде қалай жұмыс іздегенімді, қазір қанша айлық алып жатқанымды, енді жалпы қазіргі өзімнің тұрмыс тіршілігіммен осы видеода бөлісетін боламын. Естеріңізге сала кетейін, мен ешкімді Кореяға жұмысқа шақырмаймын, ешкімге кета толтырумен, границадан өту жолдарымен мен ешқандай ондай ақпаратпен бөліспеймін. Мен тек өзімнің сүріп жатқан өміріммен ғана бөлісе аламын. Сондықтан сіздерге де бір ескертіп кеткім келеді. Интернеттен көрген әр адамға сене бермеңіздер. Кореяда үйтіп жатыр екен, бүйтіп жатыр екен, мен сіздерді 100% өткізіп беремін деген адамдарға аса қатты сенбеулеріңізді сұраймын. Тіркеліп алдын ала лайк басып қойыңыздар. Сонымен Құдай қалап сіздерді Кореяның шекарасынан өтті деп есептейік. Сізге алғашында жұмысқа тұрып бірінші айлығымды алам дегенге дейін сізде плюс-минус қалтаңызда 100 000 теңгедей ақша болғаны дұрыс деп ойлаймын. Емін еркін ойланбай жұмыс іздеп жұмысқа тұрып кетем дегенге дейінгі комфортный ақша солай деп ойлаймын. Өйткені сіз келгеннен кейін, мысалға, сізді енді біреу күтіп алса, ол түсінікті. Ол сізді қаламен таныстырады, ел туралы айтып береді деген сияқты, жұмыс жағын түсіндіріп сөйтіп береді. Ал егер сіздерде мен сияқты, мен досыммен келдім, екеумізде бұл жақта ешқандай танысымыз болған жоқ, бізді ешкім күтіп алған жоқ. Солай өзіңіз келсеңіз, сіз бірінші күндері меніңше, мысалға, Инчоннан ұшақтан түстіңіздер, сәл қаланың айналасындағы бір жерден қонақ үйге тұрақтасаңыздар болады алғашқы күнге. Және де сіздерде мен сияқты кәрісше білмесеңіздер, переводчик арқылы любой тамақты артында жазуларын аударып, сөйтіп өзіңізге керекті өнімді, тағамды сатып алсаңыздар болады. Яғни, в основном, біз мысалға шошқан етті жоқ тағамдарды іздейміз, сондықтан магазинге барған кезде рамен таңдаған өзінде де артынан жазуларын бәрін суретке түсіріп, соның бәрін переводчикқа салып, шошқа еті жоқ тамақтарды сатып аламыз. Сіздер енді жұмысты қайдан табамын деп ойлайтын болсаңыздар, сіз егер Кореяға келуді жоспарлап, армандап жүрсеңіздер, мен ойлаймын, енді алдын ала сіз интернеттен уже көріп алған шығарсыздар деймін. Телеграм бар, фейсбук бар. Егер кәрісше білсеңіз, ол тіпті жақсы. Осы жақтағы уже местный кәрістердің өздері жариялайтын жарнамалық сайттарды білсеңіз, оны тіпті жақсы. Ең бастысы мен ойлаймын, асығыстық танытып, кез келген көзге көрінген жұмысқа бірден ұмтылудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Ал енді мен өзіме келсем, мен қалай таптым? Досым екеуміз дәл солай Инчоннан шығып, аэропорттан шығып, қонақ үйге барып, қонақ үйде отырып, уже телеграм ақтардық, фейсбук ақтардық, сөйтіп телеграм арқылы, біреу арқылы тауып алдық. Бұл жақта өздерінің бір системасы бар. Яғни агенттер вакансияларды кәсіптердің өздерінің берген жарнамалық сайттарынан алып, олар біздің тілге аударып, ортада делдал сияқты. Сол арқылы таптық, жұмысты звондадық, сұрастырдық, білістік, қайықта қалай барамыз деп. Сонымен осында келдік. Өкініш жоқ ешқандай. Біз қазір бір кәрістің қол астында жұмыс жасаймыз. Арбайт сияқты темада бізде. Азанмен бізді алып кетеді. Жұмыс берушілерге бәріміз таратып шығады деген сияқты. Кореяда жүрсеңіз, примерно уже түсініп аласыз. Басында келген кезде де бізге де ыңғайсыз болды. Қалай ол деген сияқты. Күнде өйстіп әркімнің есінде жүреміз ба деген сияқты. TikTok, Instagramға тіркеліп қойсаңыздар, арасында жұмыстың барысын, бүгін істеп жатырмын деген сияқты видеолар салып тұрам. Ояққа да тіркеліп қойыңыздар. Сонымен ондай сайттарда, телеграм группаларда, фейсбуктарда да небір алаяқтар болып қалуы мүмкін. Сондықтан да күмәнді жарнамаларға ұрынбауларыңызды сұраймын. Себебі айлық көп жерде, мысалға, көбінесе адам алдау фактісі болып қалуы мүмкін. Бірақ мен енді оны точно анық-қанығын солай деп мен айтып бере алмаймын. Өйткені мен осы жаққа жұмысқа келдім, мен пока что бірінші жұмыс кездерімді басынан өткізіп жатырмын десем де болады. Енді
қызық жеріне көшейік. Ол айлық жағы. Білмеймін енді, біз общежитиеде тұрамыз, бірнеше ұлттар бар деген сияқты. Бәріміз бір шаңырақ астында тұрып жатырмыз. Бізге келім кетім адам өте көп десем де болады, себебі біреуге жұмыс ұнамайды, біреуге ақшасы ұнамайды деген сияқты. Біреуге тұрып жатқан жері ұнамауы мүмкін, себебі бізде дүкеннің өзі алыстау орналасқан. Сондықтан да егер айлыққа келетін болсақ, бұл жақтағы өтініш сіздер Инстаграм, ТикТоктан, Ютубтан басқа адамдарды көріп алып, мына жақта күректеп ақша табуға болады екен, тағысын тағы сондай әңгімелерге қатты сенбеулеріңізді сұраймын. Өйткені бұл жаққа келіп бастапқыда сіз мен сияқты келе сала сіздер күректеп ақша таба алмайсыздар. Күректеп ақша табудың өзі мына жақта мен ойлаймын қиын сияқты. Өйткені сіз жаңағыдай мен сияқты тіл білмесеңіз, мейлі сіз шебер болыңыз, бір нәрсені керемет істеңіз, оның бәрі рөл ойнамайды деп ойлаймын. Өйткені қанша жерден қатты жұмыс істеп тұрсаңыз да өздерінің бұлардың бастарында тарақандары бар дегенге бар. Және де қанша жерден қазақ болып тұрса да жаңағыдай жұмыс үшін алдын ала ақша сұраған адамға ақша аударып жапа шегіп қалмаңыздар. Себебі бұл жақтағы объявленияларда қазірден бастап уже телеграмнан, фейсбуктан қарай берсеңіздер, бүкіл ақпараттың бәрін агенттер, мысалы агент арқылы жұмыс істесеңіздер де жазып қояды алдын ала. Айлығы сондай да сондай, комиссиясы мынандай да мынандай, комиссиясы сіздің бірінші айлығыңыздан алынады деген сияқты. Үйдің жағдайы болса, мысалға сізге 150 мың, 200 мың вонға мысалға үй жалдайсыз сол жақтан десе де, сізден алдын ала ешкім ақша негізі сұрамайды бұл жақта. Мен түсінгенім бойынша да. Көбісінің айтатыны жаңағыдай бірінші айлықтан сол жақтан уже салынады жаңағыдай комиссиясы үйге деген сияқты. Кейбір жерлерде тіпті продуктымен де қамтамасыз ететін жерлер бар. Сондықтан жарнамаларды анық-қанығын дұрыстап қарап алыңыздар. Ешкімге алданбаңыздар. Өйткені қанша жерден өзіміздің отандастарымыз болсын, СНГ елдерінің адамдары болсын жұмыс ұсынатын. Енді сіз түсіну керексіз да, біз бұл жерде ештеңені ұстап тұрмағаннан кейін ешкім сіздерге ешқандай гарантия бере алмайды. Біз сияқты жаңағыдай общежитиеде тұрып, басқа ұлт өкілдерімен, өзіміздің қазақтармен мысалы достасып кетіп, телефон алмасып, кейін бірімізді жұмысқа тартып жатса, ол уже бөлек әңгіме. Енді табыс жөнінде айтатын болсам, бағана айтып кеткендей, менің қазіргі жұмыс істеп жатқан жерімдегі табысым өте төмен болып есептеле ма, мен сөйтіп түсіндім. Өйткені бізге келім кетім адамдардың бәрі бұл жақта аз төлейді екен деген сияқты әңгімелер айтады. Түсінемін, бұл жақта енді біраз жылдап жүрген адамдар үшін менің тауып жатқан табысым аз болып көрінуі мүмкін. Және де байқасаңыздар, интернетте, ТикТокта, Ютубта ешкім осындағы жүрген табысын ешкім нақтылап сіздерге айта қоймайды. Себебі ол біреуге аз болып көрінуі мүмкін. Сосын егер ол кісі Кореяға адамдарды шақыртумен айналысатын болса, оған невыгодно болып қалуы мүмкін. Сондықтан сіздерге нақты ешкім мынша табам деп айтпайды. Мысалға мен күніге 110 мың вонға жұмыс жасаймын. Ол мейлі аз болсын, мейлі көп болсын, бірақ та бастапқыға осы жаққа келгенге вполне нормально деп ойлаймын. Себебі 110 мың воның плюс-минус 40 мың теңге. 40 мың теңгені мысалға мен Қызылордадан қиналып табам. Оның өзін табам деп енді айтпай-ақ қойын. Табуға болады, бірақ та өте қатты қиын. Сол себептен осындай сияқты айлық алатын адамдар айлықтарын әдейіге жасырады деп ойлаймын. Себебі біреуге аз болып көрінуі мүмкін деген сияқты ғой. Сондықтан да егер де сіз өзіңіздің еліңізде, өзіңіздің қалаңызда 40 мыңнан аса ақша тауып жүрсеңіз, енді ойланыңыз, сізге стоит или не стоит осында келуге, осындай ыңғайсыздықтарға тап болуға. Иә, дегенмен де одан да көп төлейтін жұмыстарды табуға болады, бірақ соответственно оның да жұмысы ауыр болуы мүмкін. Мысалы, поляда көп төлейді деп айтқанмен де, поляның жұмысы ол сіздер ойлағандай емес. Ана үйде жатып алып, ой, мынаны мен деген бүйтіп істеймін, сөйтіп істеймін деген бұл жақта не канает. Ана ТикТокта, Инстаграмда пәлен тауып жатырмын, түген тауып жатырмын деп завышенный бағаларда
цифрларды айтатын кісілер менің ойымша көп жағдайда алдайтын сияқты. Өйткені бұл жақта көп ақшаны қалай табуға болады, мен түсінгенім бойынша бірінші кәрісше білуіңіз керек, екінші физически мықты болуыңыз керек және тез болуыңыз керек. Маған яғни жасыратын ештеңе жоқ, себебі әркімнің ризық несібесі ол өзіне алдын ала беріліп қойған десем де болады. Себебі кім қалай тірлік етеді, солай ақша табады деп ойлаймын. Солай достар, қысқа нұсқа түсіндіргенім осы болды. Бірдеңе түсінбей қалсаңыздар комментарийға жазыңыздар, міндетті түрде жауап жазатын боламын.